Хрущев шошқа баққан қазақ қызына неге сонша көңіл бөліп, оны марапаттады? Әлде совет пропаганда машинасы қазақта шошқа бағалады деп көрсеткісі келді ме? Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Шошқа бағып даңқы шыққан Дәмелі Жақсылықова Қостанай облысының тумасы. Әкелері 3 қызды анасына тастап соғыста қайтыс болады. Қыздарды бүкіл жұрт Дәмеліні Валя деп, ортаншысы тумасынан мылқау еді, оны Таня, кенжелерін Шура деп орысша атаған. Шын есімдері белгісіз. Небары 21 жасында социалистік еңбек ері атанған бойжеткеннің кейінгі тағдыры быт-шыт болып, өмірі бейнет пен қорлыққа толы. Дәмелі Жақсылықова Қарабалық ауданының Елшан ауылында 1938 жылы 14 желтоқсанда туған. Еңбек жолын 20 жасында осы қалашықтағы шошқа фермасында бастап, бүкіл өмірін сонда өткізді. Сасыған танаудың тұқымын өсіруге орасан үлес қосқан қазақ қызының төсіне Никита Сергеевичтің өзі Ленин орденін және алтыннан құйылған орақ пен балға медалін таққан. 1961 жылдың 14 наурызында Ақмолада өткен Тың өлкесіндегі ауыл шаруашылығы озаттарының кеңесінде Кеңес одағының басшысы Дәмелінің жетістіктеріне айрықша тоқталып өтеді. Батыл комсомол атанған Дәмелі Жақсылықованың жас шошқасы жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Жемісті еңбегімен өзге жастарға үлгі көрсетті. Оған социалистік еңбек ері атағы берілді. Ойланыңдар, жолдастар, ол партияның үндеуіне үн қосып, шошқа фермасына жұмысқа барған бірінші қазақ қызы деп жатты. Былтыр Дәмелі 1277 шошқа өсірді. Оның қарауындағы шошқаның әрқайсы тәулігіне 600 грамм салмақ қосып отырды. Алайда мұндай жоғарғы жетістікке жету оңай болған жоқ. Алғашында оның ісіне бүкіл ағайын туыстары қарсы шықты. Бірақ қайсар қыз ғасырлар бойы қалыптасып қалған теріс түсінікті ысырып тастап, өз туыстарын дегеніне көндірді, деді мақтауын асырған пропаганда машинасы. Одақ басшысы мақтауын да аямады. Ол бірінші рет шошқа жануарын топтап ұстау әдісін қолданған, автосуару мен өздігінен қоректендіру технологиясын алғаш тәжірибеге енгізген шаруа саналады. Осы жаңалықтармен және жоғары марапаттармен көзге түскеннен кейін қазақ қызының атағы дүркірей жөнелген. Бүкіл одақтық беделді басылымдар көлдей мақалаларды жарыса жазады. 1960 жылы қазақ қызының даңқы туралы қазақ тілшілері де насихаттауы керек деген арнайы тапсырмамен Сырбай Мәуленов те «Известия» газетіне ферма қожайыны деген атаумен орысша мақала шығарған. Бірақ шошқашының алысқа кеткен атақ мансабы жеке өміріне бақ сыйлай алмады. Атап айтқанда, жақындарына ешқандай қадірі болмады. Қалаған кәсіп үшін жас қыздан туыстарының көңілі суып, бәрі сырт айналды. 1961 жылғы 15 ақпанда Ленинская смена газеті Жақсылықованың Вылксымның 9-шы пленумында сөйлеген сөзін жариялайды. Комсомол қыз сол мақалада айналасындағылардың өзіне деген қарым-қатынасы туралы былай баяндаған екен. Анамның өзі осы мамандықты игеруіме үзілді-кесілді қарсы болды. Тіпті жұмыстан шаршап келгеніме қарамастан үйге кіргізбей қойды. Табалдырықтан тоқтатып, бір самауыр су қайнатып, жуынуға мәжбүрлейтін. Қораға барып әбден жуынып, үстіме анам әдейі сатып алған иіссуды сепкен соң ғана өз бөлмеме өтуге рұқсат алатынмын. Менің заттарым да үйдегілердікінен бөлек болды. Тамақ ішетін ыдыс-аяғым, сүртінетін сүлгіме дейін бөлек тұратын. Бірақ бертін келе анам жұмысыма қарсылық білдіруін қойды, дейді Жақсылықова. Кейін ол тракторшы ауылдасы Иван Рогальский деген адамға тұрмысқа шығады. Екеуінен 3 ұл туып, бәрінің есімі орысша қойылып, ұлттары неміс деп көрсетіледі. Ал жақындарының Валяға деген жеккөрініші тіптен арта түскен. Ауыл қазақтары «тфу, кәпір» деп артынан түкіріп, доңызбен алған атағын құрысын деп көрген жерде табалай беруді үдетеді. Отбасы ақыры көршілес ауылдардың біріне көшіп тынған. Ваня екеуі 3 баладан 3 немере көрді. Қара жұмыс әбден қалжыратқан, ағайындарынан аласталған кексе әйелдің жалғыз жұбанышы солар болды. Ол соғыстан оралмаған әкесін жиі еске алып, тірегім тірі болғанда жас күнімнен шошқа бақпақ түгілі, сиырда саудырмас еді ғой. Анам неге райымнан қайтармады екен? Неге әлсіздік танытып көне салды екен деп, өкініштен көз жасын сығып алатын. Немерелерін көңіліне демеу етіп жүруші еді. Бірақ тағдыр мұны да көпсініпті. 1993 жылы үйі өртеніп, үлкен ұлы мен осы 3 немересі өрт ішінде қаза табады. Бұл аз болғандай кіндігіне шыққан 2 ұлы да бірінен соң бірі белгісіз жағдайда көз жұмған. Көпке ұзамай күйеуі Иван да қайтыс болады.
аңырап жападан жалғыз қалған ана ғұмырының соңғы жылдары бір жола ішкілікке салынып кеткен. Ел ішінде Алқаш деген тағы бір атақ иемденіп қу сүлдесін сүйретіп күн кешкен ол, ақыры 2001 жылы бейнет пен мазаққа толы өмірмен мәңгілікке қош айтысыпты. Бір қиыны, бейбақтың маңдайына абыройлы өлімде жазылмапты. Аудан жұртшылығы оның қазасын естісе де, естімегендей сыңай танытты. Ешкім елеп ескермей, өмірден іздеушісіз өтті. Қазір оның зираты Елшан ауылының сыртындағы қорымның шетінде жатыр. Тәртібі қиғаш дәуірдің көбіктей өтірік мадағы мен пропаганда машинасының құрбаны болған көптеген тағдырлардың бірі ғана. Жастығы сәнсіз, қарттығы мәнсіз, беделі бекер, өмірі зая. Діні мен ділі тоналды да қорланды да, ұлттық болмысын жоғалтып, елдің назасына көп қалған қыз тағдырының бұралуына не себеп? Қит етсе табалай жөнелетін Қазекең, шошқашы қызға ертеден демеу болмай күндегені түсінікті ау. Не істемесек те алдымен адамға емес Аллаға жағуды ойлайық, сонда бәрі орнымен болар. Қазақша арнаны қолдау, арнаға тіркел, лайк бас, комментарий қалдыр.